92-ші сабағына қош келдіңіздер. Біз бүгін заттың санын білдіретін сөздерді үйренетін боламыз. Бірінші жаттығу. Санамақты түсініп оқы. Санамақ. 1 дегенім білім, 2 дегенім еңбек, 3 дегенім үміт, 4 дегенім төзім, 5 дегенім берік, 6 дегенім ақыл. 7 дегенім жеңіс, 8 дегенім сенім, 9 дегенім тоқу, 10 дегенім оқу. Қажет емес қорқу, білгеніңді балам, көңіліңе тоқу. Нұрлан Қалқа. Санамақ мазмұнын өзара талқылаңдар. Балалар, санамақ мазмұнын талқылап көрейікші. Мазмұнда не туралы айтылып тұр? Санамақты әртүрлі нәрселерге, еңбекке, адамның сезіміне теңегене, ақыл парасаттылығына, қасиетіне. Өлеңнің соңғы жолын, 2 жолын көшіріп жазайық. Білгеніңді балам, көңіліңе тоқу. Бұл не деген балалар? Дұрыс айтасыңдар, білгендеріңді көңілдеріңе тоқып, оны әрі қарай өздеріңнің өмірлеріңді жүзеге асыру. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз дейді. 1 аптада неше күн бар? 7 күн бар, Әдейі сандармен бердім. Сендерге оңай болсын деп. Ал сендер бұны жазбаша түрде, міндетті түрде 7 деп жазыңдар, Дүйсенбі күні аптаның нешінші күні? 1-ші күні. Ал сейсенбі күні ше? 4-ші күні, Сейсенбі күні 4 сабақ болады. Енді тор көздерде берілген әріптерді апта күндері мен аттарын ата. Мысалы, балалар қараңдар, мына жерде сейсенбі деп беріп тұр. Сосын қандайларын құрастыруға болады? Мысалы, дүйсенбі, мынау дүйсенбі. Сандық және сәрсенбі. Мынау сәрсенбі. Және одан кейін жұма. Одан кейін бейсенбі. Және жексенбі. Жарайсыңдар. Балалар, 3 дегенне, 5 дегенне деген мына нақыл сөзді міндетті түрде оқыңдар. Жақсы болып өс деген, ақылыңды қош көрем. Айтшы бірақ анықтап, 3 дегенне 5 деген. Балалар, осы жерде заттың санын білдіретін сөздерді көрейікші. Қандай сөздер? 3, 5 деген сөздер. Жарайсыңдар.